Соңғы кезде елімізде жезөкшелікпен тек қана әйелдер емес, ер адамдар да айналыса бастаған. Жаңаөзенде қыз-келіншектерге жыныстық қызмет көрсеткен 28 жастағы жезөкше жігіт ұсталды. Бұл қала аумағында өтіп жатырған антифронт жедел профилактикалық іс-шарасы кезінде анықталып отыр. Жезөкшелікпен тек әйелдер ғана айналысса, қазір ғаламтордан осы қызметпен айналысатын ер адамдарды да табуға болады. Полицейлер төсек серісін Қыздарнет сайтынан анықтап, жалдамалы пәтерден ұстады. Қолға түскен ер адамның қалтасынан қызметіне алынған ақша тәркіленді. Аталған жағдайға қатысты Жаңаөзен қалалық полиция басқармасының қызметкерлері түсініктеме берді. Жаңаөзен қаласында республика көлемінде өтіп жатқан антифрод жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Профилактика барысында 26.07.2022 жылы кешкі уақытта Жаңаөзен қаласы Шұғыла шағынауданында орналасқан жалдамалы пәтерден жезөкшелікпен айналысып жүрген ер азамат анықталды. Қазіргі таңда аталған ер азаматқа Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 449 бабымен хаттама жасақталып, сол азаматқа қатысты жезөкше санатына 1 жылға есепке қойылды.